Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен Қожахметова Жанкөз Балтабаевна, Ақсу қаласының 18-ші сәбилер балабақшасының тәрбиешісімін. Менің көмекшім Мәді. Мәді екеуміз біз судың тығыздығын зерттейміз. Бізге не керек? Судың тығыздығын зерттеу үшін не керек бізге? Су, қасық, Сосын тұз, жұмыртқа. Ал бастайық. Мәді, жұмыртқаны суға салайық. Бірінші жұмыртқамызды суға салайық. Не істеді, Мәді? Жұмыртқа не істеді суға? Батып кетті, себебі судың тығыздығы көп. Мөлшесі көп. Енді екінші суға не істейміз? Екінші суға біз тұз саламыз. Көп мөлшерде тұз саламыз. Сана. 1, 2, 3, 10. Жарайсың. Енді қара, біздің суымыз қандай болды? Түсі өзгеріп кетті, лайланып кетті, араластырып. Ал, қара. Енді жұмыртқамызды салайық. Жұмыртқа не істеді? Судың бетінде қалқып жүре? Енді үшіншіге біз аз мөлшерінде тұз саламыз. Саламыз. 3. Енді жұмыртқаны салады. Жұмыртқа бізде істеп отыр? Судың ортасында қалқып жүре? Судың ортасында қалқып жүре. Неге судың ортасында, судың бетінде суға батпай, жұмыртқа суға батқан жоқ? Неге? Тұздың тығыздығы көп, ал мұнда судың ортасында жүр, судың тығыздығы бірдей болып тұр. Ал біздің тәжірибеміз аяқталды. Мәдіге рахмет. Сіздерге де назарларыңызға рахмет.